Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздердің назарларыңызға пассиан жорамал ұсынамын. 4 мамырдан 15 мамырға дейін шаян белгісін қандай жағдай күтеді. Арнада апталық жорамал, айлық болжамдар бар. Өтіп қараңыз, өз пікіріңізді қалдырыңыз, өтініш. Сонымен болжамымызды бастайық. 4 мамырдан 15 мамырға дейін шаян белгісін қандай жағдай күтеді. Жаңа колодамен болжам жасаймын бүгін осы жолы. Бірге қарап бізде отырсаңыз да болады. 5 карта шығарамын, сәйкес келген сурет жағдайды көрсететін болады. Барлығы көрініп тұрған ойдамын. Сізге бірінші сәйкес келген, горын сәйкес келдім. Келесі. Басқа. Тағы тексереміз енді. Басқа сәйкестік. Да бізде бутылка сәйкес келді. Тағы басқа жоқ секілді. Қарайық бірге. Сонымен сіздерге мұнда аққу сәйкес келді, қараңдар. Жақсы, ол бізде аққу белгіге жатады. Мұнда аққу және мұнда тағы белгі болған. Келесі тағы бізде не бар? Таға сәйкес келді, өте жақсы. Таға сәйкес келді. Басқа. Басқа. Мұнда қарағия бірге бізде ту сәйкес келмеді. Күн бір жарты осында, күннің екінші жарты осында сәйкес келмеді. Келесі ақша бір жартысы осында, ақшаның екінші жартысы осында сәйкес келмеді. Тағы колокол бізде сәйкес келмеді. Кеме бір жартысы осында, кеменің екінші жартысы осында сәйкес келмеді. Булава бізде бір жартысы осында, екінші жартысы осында сәйкес келмеді. Тағы күнбағыс бізде сәйкес келмеді, сақина сәйкес келмеді. Басқа сәйкестік мен таба алмадым. Сонымен сіздерге сәйкес келген белгілер келесідей. Бірінші сәйкес келген ол бір горн, мұна сәйкес келді. Ол бір хабар болады сізде. Бір хабар аласыз, сізді уайымдататын бір хабар естейсіз, келеді сізге. Келесі сәйкес келген ол таға сәйкес келді. Таға бізде жақсы белгіге жатады. Ол бізде сәттілікті білдіреді және бақытты білдіреді. Келесі сәйкес келген сіздерге аққу сәйкес келді. Аққу ол бізде пәктіктің белгісі, адалдықтың белгісі. Және осы пассианста бізде бір жақсы хабар болады сізде. Айдың басында сізде бір сізді уайымдататын бір хабар аласыз. Және айдың ортасында бір жақсы хабар келеді сізге. Және мұнда бізде бутылка түсті. Ол бізде
жиынды білдіреді, бір жақсы хабар алып, оны тойлайсыз ба, және достарыңызбен жиналасыз ба, уақыт жақсы өткізесіз. Басқа жоқ, басқа белгі таба алмадым. Сонымен тағы амалы колода Ленорманнан қарайық. Шаян белгісі не күтеді? 4 мамырдан 15 мамырға шаян белгісі не күтеді? Сізге хат шықты, бір хабар, айтқанды, басында сізге письмо шықты. Ол бізде хат, хабар, бір хабар аласыз, және ол бізде жағымды да хабар, хат келеді, және ол немен байланысты екен, қарай салайық, хабар, хат немен байланысты? Шаяндарға хат, хабар немен байланысты? Қарайық. Немен байланысты хат, хабар? Бір қиындық, осы гара бізде қиындықты білдіреді. Бір қиындық болады, мысалы, сізге бір салық төлеу керек, немесе сізге бір айыппұл түседі, бір қиындық болады хабармен байланысты, және соны сізге шешу керек болады. Және сізге кольцо шықты. Мысалы, мүмкін жұмыста сіз әріптестеріңізден немесе бастыңыздан бір хат, хабар аласыз, бір қиындық болады сізде, және соны сізге шешу керек болады осы уақыт аралығында шаян белгісі. Осындай сізді уақыт күтеді. Каналға тіркеліңіз, пікір қалдырыңыз, лайк басып отырыңыздар, құрметті көрермендер. Келесі видеоға аман сау болыңыздар. Сары шаяндарды 4 мамырдан 15 мамырға дейін қандай жағдай күтеді? 4 мамырдан 15 мамырға дейін сары шаян белгісінің қандай жағдай күтеді? Егер тауып жатсаңыз, белгі міндетті түрде жазыңыз, қандай белгі, знак, одан кейін не сәйкес келді. Мысалы, сары шаян, осындай сурет сәйкес келді деп. Сонда ғана мен жауабын айта аламын. Сәйкесті көріп тұрған жоқпын. Егер бірінші сәйкес келген, сіздерге горын сәйкес келді. Келесі басқа тақырық, жақсыны таба, жаманын құлақ, жақсы белгіден сіздерге сәйкес келген сары шаяндар. Ол мұнда бізде терезе сәйкес келді. Тағы күн сәйкес келмеді. Бізде кілт бір жартысы осында, кілттің екінші жартысы. Кілттің екінші жартысын. Осында қараңыз, сіздерге кілт сәйкес келді, жақсы белгіден, кілт сәйкес келді. Тағы басқа аққу бір жартысы осында, екінші жартысы осында сәйкес келмеді. Кеме бір жартысы осында, кеменің екінші жартысы. Кеменің екінші жартысын қабайық бірге. Екінші жартысы, кеменің екінші жартысы. Бізде ақша бізде сәйкес келмеді. Ағаш сәйкес келмеді. Күнбағы сәйкес келмеді. Басқа
Ту бізде бір жартысы осында, екінші жартысы. Тудың екінші жартысы. Тудың екінші жартысы. Қайда? Мұсындайы сәйкестендірге болмайды. Таға сәйкес келді сіздерге. Өте жақсы. Міне. Таға сәйкес келді, сары шаяндар. Тағы. Мұнда бізде роза сәйкес келмеді. Басқа сәйкестік мен таба алмадым. Сонымен сіздерге сәйкес келген белгілер келесіде. Бірінші сәйкес келген ол бізде таға сәйкес келді. Таға ол бізде бақыттың белгісі. Бір бақыт, қуаныш сізді күтеді, бір арманыңыз орындалады, және тілегіңіз қабыл болады. Және келесі ол бізде таға терезе мен ай сәйкес келді. Ол бір хабар келеді сізге. Кешігіп бір хабар келеді. Мүмкін сізге бұрын сол хабарды алу керек болған, бірақ ол қазір ғана сізге жетті. Мысалы, хатпен қазір ғана сол хабарды алып тұрсыз. Келесі мұнда сізге жақсы белгі шықты. Бұлай көрсетсілай. Ол бізде бусы шықты. Бусы ол бізде бір сізге сыйлық жасайды. Бір кішкентай сыйлық жасауы мүмкін. Бір мысалы, мейрамға байланысты сізге сіздің достарыңыз немесе жақын адамыңыз сізге сыйлық жасайды. Келесі сәйкес келген мұнда бізде кілт сәйкес келді. Кілт бізде жақсы белгіге жатады. Кілт ол бізде барлық сұрақта сізде сәттілік күтеді. Сізді тілегеніңіз орындалады. Бір жаққа барғыңыз келсе, жол түседі соған. Келесі айдың аяғында, айдың ортасында сізге горын шықты. Бір жаман хабар аласыз. Сізді уайымдататын, сондай бір хабар келеді сізге айдың ортасында. Айдың ортасында сондай хабар аласыз. Басқа сәйкестік жоқ секілді. Енді қарайық тағы сары шаяндардан не күтеді? 4-ші мамырдан 15-ші мамырға дейін сары шаян белгісін не күтеді? Қандай жағдай күтеді? Сізге тағы да кілт шықты, қараңыз, керемет. Сізде бір тілегіңіз орындалады, және кілт алу, кілт беруді білдіреді. Кілт бізде өте жақсы картаға жатады, барлық сұрақтардың шешімін табасыз. Және жұмыста сізде тұрақтылық орнайды, тұрақты жұмыс табасыз. Қарым қатынасыңыз жақсарады адамдармен. Жаңа бастаманы білдіреді. Болашаққа деген сенімділік пайда болады сізде. Тұрақтылық орнайды. Осындай сізді уақыт күтеді. Сары шаян белгісі. Каналға тіркеліңіз, пікіріңізді қалдырыңыз, лайк басып отырыңыздар, құрметті көрермендер. Келесі видеоға аман сау болыңыздар. 4-ші мамырдан 15-ші мамырға дейін балықтарды не күтеді? Қандай жағдай күтеді? 4-ші мамырдан 15-ші мамырға дейін балықтарды қандай жағдай күтеді? Қарайық бірге.
Бірінші сәйкес келген сіздерге стрелы сәйкес келді. Жақсы белгіге жатады. Келесі кеме сәйкес келді. Өте керемет. Келесі. Бірінші сіздердің көргендеріңіз маңызды, бірінші қандай белгісіз көресіз, сол маңызды. Сондықтан қарап іздеп отырсаңыз бірге болады. Көп жағдай сізді күтеді, сізге плетен шықты, бутылка шықты, мұнда бізде колокол шықты. Балықтар сізде осы уақыт өте көп жағдайға толы болады. Тағы мұнда якір шықты. Келесі. Басқа. Мен жақсы белгін таба, жаман құтлақ жақсы белгіден сіздерге сәйкес келген ол сіздерге сәйкес келген белгі ол бізде не сәйкес келді сіздерге? Так, жақсы белгіден сіздерге мұнда тағы да крест сәйкес келді. Так, күн бізде сәйкес келмеді, күн бағы сәйкес келмеді, кеме сәйкес келді жақсы белгіден. Тағы аққу бір жарты осында, екі жарты осында сәйкес келмеді. Кілт бір жарты осында, кілттің екінші жартысы. Кілттің екінші жартысын. Кілттің екінші жартысын табайық бірге. Сізге ту сәйкес келді осы жерде. Якірді ту сәйкес келді. Көп жағдай. Так. Сонымен кілттің бір жартысы осында, кілттің екінші жартысы осында сәйкес келмеді. Тағы сандық бір жартысы осында, ақшаның бір жартысы осында, екінші жартысы. Ақшаның екінші жартысы бізде қайда? Табайық бірге. Көріп тұрған жоқпын. Бір жартысы осында, екінші жартысы. Осында, міне, бұлай қараңыз. Бұнау бізде бір жартысы, бұнау бізде екінші жартысы. Басқа сәйкестік жоқ. Сонымен сіздерге сәйкес келген белгілер келесідей. Бірінші сәйкес келген, ол бізде стрелы сәйкес келді. Төртінде, бесінде сізге стрелы шықты. Ол бізде бір нәтижеге жетесіз, бір мақсатқа жетесіз. Және келесі сізге сәйкес келген кеме. Кеме ол бізде бақытты білдіреді, бір бақыт қуанышты білдіреді. Келесі сәйкес келген белгі ол бізде сіздерге сәйкес келген келесі белгі да колокол сәйкес келді. Бір жағдай орын алады, бір хабар естейсіз ба, сізге жағымсыз бір хабар, күтпеген хабар болу мүмкін. Біреу сізге жамандық жасай ма, бір сондай келеңсіз жағдай орын алады. Келесі мұнда бізде горн сәйкес келді. Ол бізде тағы да бір хабарды білдіреді, жағымсыз хабар болады. Сізде және мұнда бізде тағы крест сәйкес келді. Крест ол бізде бір болатын нәрсе, сіздің тағдырыңызға байланысты бір нәрсеге немесе нүкте қоясыз, бір нәрсені аяқтайсыз. Мысалы, сіз нәтижеге жетесіз бір жұмыста немесе бір тапсырыста, және соны аяқтайсыз, бір жола бітіресіз. Одан кейін сізге мұнда горн шықты, ол бізде бір
жағымсыз хабарды білдіреді. Колокол, ол да бізде бір адам сізге мысалы жағдай бір сіздің жаныңызда ауыртатын бір жағдай орын алуы мүмкін, келесі плетен шықты, ол бізде кедергіні білдіреді. Кедергі болады сізде осы уақыт аралығында. Одан кейін барлық тұрақтылығында бізде якорь шықты. Якорь ол бізде тұрақтылықты білдіреді. Тұрақты жұмыс табасыз, өміріңізге тұрақтылық келеді. Және айдың ортасында сізге мында флаг шықты. Флаг ол бізде сізде жұмысыңызда бір жақсы өзгеріс болады. Мысалы, қосымша жұмыс аласыз ба, қосымша табыс келеді, бір жақсы өзгерістер болады сіздің өміріңізде. Одан кейін мұнда тағы сізде бутылка шықты, бір нәрсені тойлайсыз. Осы кедергідер, жаман бір хабар бар аяқталады, бір нәрсені тойлайсыз, бір жиынды білдіреді, тұрақтылық орнайды, өзгеріс болады жұмыста немесе өміріңізде. Осындай сізді өте көп жағдай күтеді. Балықтар 4-нен 15-не дейін тағы қарайық. Малы колода Ленорманнан тағы сізді не күтеді? 4-ші мамырдан 15-ші мамырға балық белгісі не күтеді? Қандай жағдай күтеді? Сізге мұнда мыши шықты, крысы, ол бізде бір жоғалтады, бірдеңке нәрсе сынады, жоғалады, сондай бір орын алады. Ол міне сізге түсті ғой, плетен секілді, горын секілді, немен байланысты? Немен байланысты? Мынау сізде ол бір жолмен байланысты. Бір жолда бірдеңкеңізді сындырып аласыз ба, жоғалтып аласыз ба? Егер жолға шықсаңыз, абай болдыңыз, балықтар. Бір өзгеріспен байланысты сізде бір нәрсе бір жола өміріңізден кетеді, жоғалады. Міне мұнда сізде крест қоясыз бір нәрсеге, бір нәрсені нүкте қоясыз. Және ол өзгеріспен байланысты бір нәрсе өміріңізден кетеді. Бір зат сын қалама, осындай жағдай орын алады. Сондай сізді уақыт күтеді. Келесі видеоға аман сау болыңыздар.